Он шылмының алынды хазнады шатархын пірігізі түстілген. Аның пөліктері регионларды азылы пастаныр. Хаказ шерінді 2016 жылдың пүкістік же 9 сапарлысқан. Рви оның өн пөгіні үшет күнтеліні шерсуны қынарға пазап оғдар хирға үгредірге. Шоны шақсы керектерді өткін арылазырға көніктірірге. Пазап ол шерінің тархынын мағыт білірге күстерге. Шылдың пірігіс арылышыларының саны қозылып отырша, көзідімге ташты паймандағы пөлікке шебіргі кізі кірші. Бұл шылға тері аның Василий Шулбаев ұстан, амды пұтоқысты аймақтың база Николай Чавадаев апарша. Пустыңам ташты паймағанды уже 40 балы анды қалған мөр бір қыныр, то есть мобилизацияға анулардың же сөберлері, то есть ежелері, балары, сепшілері, балары қалған мұнды. Что пацаны сіз, бұл қостыры, бұл тоқыстың қостыры, біз сақшы сұлығы, еполызығы, то есть олар көрегі, қайда олар ситіктірі, то есть балалар дөс көрегі, то есть сақшы как раз бұл мероприятие на қостыры, ол прайымы, керектір еділдер. Хакас шеріндегі шатархын пірігізінің аралышылары, аймақ шөрімдір иртішелер, мероприятиялар апаршылар. Рви оның хабазиның республикада ша матырларын хумырт қалып 17 памятник тұрғызылған. Хырхазры шарды қызылған. Халғанчылары үнінді своды тынарын пирсалған ол иринерге шарыдылғаныр. Украинада шалыс жатқан шыр сұқжылары бізға Айсаның ұлық болызық ызылша. Оларның шағынары өдек қайық шоқ халбинжалар. Урнеместі Светлана Анатольевна хады бізге Киевс барған Луганский Народной Республикада болаға. Ана хады передовойға барғыр. Біздің шәжілерді, Хакас шәжілерді, Беркшөлдегі оларды алқыстегі жүргіз. Но мақышы кізі болбасы Светлана Анатольевна. Аныңар бұл тоқыс керек. Мен қадеті зеншім біздің аралысылар, қозылар Российский военно-исторический обществоға. Пунады Кызласовтың адының шерсуғы үгірінжі музейді республикадағы шатархын пірігізінің шейлі ирткен. Мұнда тестегі сұрғылар үзірілгенір, Сан-Пирі сейділген Пазахакас шерінің ең турыстық олғы Владимир Штыгашев Александр Невскийдің 800 жазына шарыдылған медаліні алған. Өдек арластық пішіктер пірігіздің өткен аралышыларына шетірілген. Надежда Баргаякова, Антон Новожилов, хабарларға.